Recording in progress. Қайырлы күн әріптестер. Бүгін қазақ тілі пәні бойынша жазылым дағдысын дамытуға арналған оқу мақсаттары туралы сөйлесетін боламыз. Дәрісте қарастырылатын сұрақтарға тоқталатын болсақ, қазақ тілі мен қазақ әдебиеті оқу бағдарламасында оқушының жазылым дағдысын қалыптастыруға бағытталған қандай оқу мақсаттары бар? Бағдарламада көрсетілген оқу мақсаттары әр сынып деңгейінде қалай күрделенген? Оқу мақсаттары қалай жүзеге асырылады деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Оқу бағдарламасында оқушының жазылым дағдысын қалыптастыру үшін келесідей оқу мақсаттар жүйесі берілген. Яғни жазылым 6 бағыттағы оқу мақсаттарынан тұрады. Жоспар құру, әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну, эссе жазу, оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазу, мәтіндерді түзету және редакциялау, яғни 6 бағыттағы оқу мақсатынан тұрады. Жоспар құру түсінікті, оқушы мәтін жазбас бұрын алдымен жоспарын құру керек. Одан кейін әртүрлі жанрда мәтін құрастыру, бұл негізінен әртүрлі стиль мен жанрға байланысты оқу мақсаттарын қамтиды. Ол хабарлама, хат, хабарландыру, мақала секілді оқу мақсаттарына сай мәтіндер құрастыру. Үшінші, жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну дегеніміз мәтіндегі ақпараттарды кесте, диаграмма, сурет түрінде ұсыну, немесе керісінше кесте, диаграмма түрінде берілген ақпараттарды талдап, қысқаша мәтін түрінде ұсыну. Эссе жазу. Бесінші мақсат оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазу. Бұл жерде оқушы оқылым, яғни мәтінді оқиды, не мәтінді тыңдайды, соның негізінде қысқа мәтін жазады. Қысқа мәтін деп тұрғанымыз негізгі ақпарат, негізгі ой сақталған, негізгі нұсқа материал негізіндегі ақпараттарды жинақтап беру. Енді мәтінді түзету, редакциялау, бұл оқу мақсатын үнемі назарда ұстап отырған дұрыс. Бұл оқу мақсаты оқушылар жазылым жұмысын жазғаннан кейін өздері жасаған мәтінді түзету. Орфографиялық нормаға сай, пунктуациялық нормаға сай қайта түзету. Редакциялау, мазмұндық жағынан өңдеу, идеясы ашылды ма, тақырыбы ашылды ма, жоқ па, қажетті сөздер таңдалды ма, сөздердің орнын ауыстыру, яғни стильдік, логикалық өзгерістер кіргізу. Енді жалпы кейбіреулеріне тоқталып өтсек, әртүрлі жанрда мәтін құрастыру. Қарап отырсаңыздар, 5-ші сыныпта хат, жарнама, хабарландыру, 6-шы сыныпта мінездеме, өмірбаян, 7-де мақала, нұсқаулық, әңгіме, 8-де мақала, аннотация, тезис құрастырып, 9-шы сыныпта жалпы кез келген жанрдағы мәтінді құрастыра білуге бағытталады екен. Бұл қорытынды сынып секілді. Енді үлгісін қарап өтсек, мысалы, мақала құрастыру. Алдымен оқушыға не беріледі? Тақырып бойынша үлгі мақалалар беріледі. Оқушы мақаланы талдайды, тақырып қалай берілді, кіріспе бөлімде, негізгі бөлімде қалай ашылды, бұл қандай мақала, публицистикалық стильдегі мақала ма, ғылыми стильдегі мақала ма, кімге арналған, аудиториясы кім, сол аудиториясына байланысты автор қандай сөздерді қолданды деген секілді талдаулар жүргізгеннен кейін оқушыға жоспар құрғызып, алдымен өзі жазатын мақала бойынша жоспар құрғызып, деректер жинатқызып, кейін шағын мақала жаздыруға болады екен. Келесі мақсат бұл жазба жұмысын әртүрлі формада ұсыну. Мысалы, 5-ші сыныпты қарап отырсаңыз, фотосуреттер немесе жалпы сюжетті суреттер желісі бойынша оқушыға әңгіме құрастырды. 6-шы сынып деректер бойынша графиктік мәтін құрастыру, диаграмма, кесте, сызба түрінде ұсыну. Бұл жерде көбіне деректері бар, немесе бір заттың сипаттамасы, немесе жалпы сандық көрсеткіштері бар мәтінді оқушы графиктік мәтінге айналдыру керек екен. 7-ші бұл жаңағы графиктік, енді керісінше 7-ші сыныптан бастап диаграмма, кесте, схема түрінде берілген мәтінді талдап, оны кәдімгі мәтінге айналдырып жазу. Бұл жерде ескере кететін жайт, 7-ші сыныпта процесті сипаттау. Процесс деген ол өсімдіктің өсуі, мысалы
кітаптың жасалуы процесі, немесе кез келген пластикалық бөтелкелердің жасалуы деген секілді белгілі бір процесті сипаттайтын кесте емес, схема кестелерді алып оқушыға көрсету, оқушы белгілі бір заттың дайындалу процесін сипаттап жазу керек болады. Процесс деген сол. 8-ші сыныпта керісінше график диаграмма түрінде берілген ақпараттар болады ғой, мысалы көрсеткіштер әртүрлі, төмендеу, құлдырау, өсу, осы деректерді талдап маңызды тұстарын анықтау. 9-ші сыныпта бірнеше графиктік мәтіндерді салыстыру, тенденцияны анықтау. Тенденция деп тұрғаны қай бағытқа қарай жылжып бара жатыр, өсу бар ма, даму бар ма, кему бар ма, әлде қалыпты жағдай ма, осыны анықтап оқушылар талдау керек екен. Мысалы, үлгі ретінде қарайық, 8-ші сынып диаграмма кестені талдау. Мына жерде мысалы ноутбуктердің 2017-2018 жылдардағы сатылымын сипаттайды. Компаниялар, мысалы Acer, HP, Lenovo деген секілді компаниялар, олардың 2017 жылғы сатылымы және 2018 жылғы сатылымы. Оқушылар екі жылды салыстыра отырып, қай компанияның сатылымы өсті, қайсысынікі азайды, осыған қысқаша талдау жасайды. Мысалы, үлгі ретінде қарайтын болсақ, бірінші абзацта диаграмма туралы ақпарат береді, ұсынылған таблица немесе кесте ірі компаниялардың жаңағы ноутбуктерді сатылымы туралы ақпарат көрсетілген. Екіншісінде жалпылама ақпарат беріледі. Салыстырып, қай компанияда HP жаңағы ең көп көрсеткішке ие болған, яғни тұрақты көрсеткіші. Одан кейін абзацтарда негізгі ақпараттарды, детальдарды бір-бірімен салыстырса болады. Мысалы, Dell маркасының сатылымы 2017 жылы 16,6% болса, 2018 жылы 20,2%-ға ие болған. Acer сатылымы Dell маркасымен салыстырғанда 11,6 және 10,7%-ға күрт төмендеген деп осылай талдап жаза берсе болады. Жалпы кесте диаграмманы сипаттауда сөз саны 150 сөзден аспағаны дұрыс, яғни 120-150 сөз кестені талдауға жеткілікті. Енді эссе жазуға келетін болсақ, эссе жазу туралы қазіргі таңда ақпараттар өте көп. Эссе оқушының өзінің көзқарасын дәлелді жазуға, дәлелді айтуға, тақырыпты ашуға бағытталған жанр түрі. Енді әдеби эссе бар. Бұл бағдарламада негізінен академиялық эссеге бағытталған жанр түрі, яғни әдеби эссемен шатастырмағанымыз дұрыс. Әдеби эссе көбіне жазушыларда, авторларда кездеседі, көркем жеткізу, ойын, ал академиялық эссе көркемдіктен бұрын ойды дәлелді жеткізу, нақты 250 сөзге сыйғызып, нақты жеткізуге бағытталған жанр түрі. Енді 5-ші сыныпта қарасақ, 5-ші сыныпта қарапайым эссе, бұл оқушы сипаттау эссесі деп айтуға болады. Оқушы белгілі бір затты, адамды, оқиғаны жай ғана сипаттап жазады. Яғни бұл сипаттау мәтіні. Бұл жерде оқушыға дәлел немесе факт, аргумент деген нәрсе керек емес. Бұл жерде көбірек сын есім, түстеу, тағы да басқа құралдарды қолданып, заттың тұрған орнын, мекенін, оның айналасын сипаттау. 6-шы сыныптан бастап академиялық эссенің белгілері басталады. 6-шы сыныпта келісу-келіспеу эссесі. Келісу-келіспеу деген оқушыға сұрақ қойылады эссенің тақырыбында. Мысалы, пластикалық бөтелкедегі су адамның денсаулығына зиян. Сен осы пікірмен келісесің бе, әлде келіспейсің бе? Оқушы осы кезде я келісемін, я келіспеймін деген позициясын анық көрсету керек. Я жартылай келісемін, я толықтай келісемін деп. Себебі санамалап жазады. 7-ші сыныпта дискуссивті эссе, яғни белгілі бір көзқарастың, проблеманың оңтайлы шешу жолдарын немесе себептерін жазу. Мысалы, пластикалық бөтелкенің табиғатта көбейіп кетуін қалай шешуге болады? Немесе оның себептері неде? Пластикалық бөтелкенің табиғатты ластауындағы себеп, қандай себептер бар? Осыны талдап жазу. 8-ші сынып аргументативті эссе. Кемшілік артықшылығы мен кемшілігін
салыстырып жазу. Бір мәселенің, мысалы айталық, пластикалық бөтелкенің артықшылығы осы да, яғни шыны ыдыстар, адам денсаулығының қауіпсіздігі, оны тасымалдаудағы икемділік, ал кемшілігі осы. Мысалы, кемшілігі табиғаттың ластануы, кейбір ғалымдардың пікірінше денсаулыққа зиян, тағы басқа деп бір нәрсеге екі жақты пікірді келтіріп жазу. Бұл жерде де 9-шы сыныпта да аргументативті эссенің жалғасы, екі жақты пікірді немесе жағдаятты талдау. Жалпы оқу бағдарламасындағы эссе түрлері 5-ші сыныпта сипаттау, 6-да келісу келіспеу, 7-де дискуссивті, 8 пен 9-да аргументативті эссе екен. Бұлардың барлығының жалпы атауы академиялық эссе болады. Эссе құрылымы қарапайым, кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлім әдетте шағын келеді. Оқушыларға біздер оқу бағдарламасы аясында эссені 250 сөз көлемінде ұсынамыз. Кіріспе бөлімде оқырман назарын аудару сөйлемдері тұрады. Проблеманы анықтап көрсету және тезистік сөйлемнен тұрады. Тезис деп тұрғанымыз ол негізгі бөлімде не қарастырылады, не айтылады, сол туралы қысқа ақпарат беру. Негізгі бөлім абзацтан құралады. Әр абзац аңдату, мазмұндау, қорыту сөйлемдерінен тұрады. Бұл туралы Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінен көрсетсе болады екен. Қорытынды бөлім, негізгі бөлімде айтылған ой қорытылып жазылады. Жаңа ақпарат берілмейді, жаңа өлең жолдары берілмейді, мақал матер берілмейді. Қорытынды бөлім әдетте 2, одан асып кетсе 3 сөйлемнен артық жазылмайды. Ғана негізгі бөлімде айтылған ойлардың қорытындысы беріледі, немесе перефразылып та беруге болады. Мысалы, жаңағы абзац үлгісін қарастырайық. Оқушыға неге абзац? Оқушы бір абзацты толық жазып үйренсе, ол эссені жазып үйренеді. Абзацтың құрылымын жазып үйрену оқушы үшін өте маңызды. Айталық, абзацтың алғашқы сөйлемі ол негізгі идеяны көрсететін сөйлем. Одан кейінгі сөйлемдер негізгі идеяны ашатын сөйлемдер, дәлелдейтін сөйлемдер. Одан кейін абзацтың қорытындысы. Бұл сол абзацтағы ойды қорытып жазу. Оқушылар әрдайым есінде сақтау керек. Бір абзац бір ой, 2 абзац 2 ой, 3 абзац 3 ой деген нәрсені үнемі естерінде ұстау керек. Мына жерде қарасаңыздар, сүт адам организміне өте пайдалы сусындардың бірі. Ары қарай бұл тақырып ашылады. Құрамында кальций мен сүйектер тістердің дұрыс дамуына әсер етеді, немесе магний, калий сусындармен салыстырғанда біршама жоғары сүттің құрамында, тағы да басқа. Қорыта келе, сүт адам денсаулығын нығайтатын бірден қажетті тағам. Яғни қорытынды сөйлем жазған кезде оқушы алғашқы абзацтың бірінші сөйлемін, аңдату сөйлемін перефразалап қайта жазса да болады. Енді мысалы тапсырма түрінде беруге болады оқушыларға алғашқы аңдату сөйлемдері, оқушылар ары қарай оның идеясын ашып қорытып жазады. Немесе мазмұндауы бар, оқушы аңдатумен қорытынды сөйлемді жазады. Осылай оқушыға тапсырманы түрлендіріп беруге болады екен. Бұл өз кезегінде неге әсер етеді? Абзацтың шағын құрылымы, шағын мәтін абзац құрылымы эссенің негізгі құрылымымен толықтай сәйкес келеді. Эссе құрылымы жалпы ой, проблема, тезистік ой, яғни аңдату сөйлемі, бұл біздің тезисіміз. Тезис негізгі бөлімдегі А, Б, С абзацтармен міндетті түрде байланысты болу керек. Эссені талдаған кезде соған назар аударамыз. Тезис негізгі бөлімдегі абзацтарда ашылды ма? Мысалы айталық, пластикалық бөтелкелердің пайдасы мен зияны. Мысалы, А абзацы пластикалық бөтелкелердің пайдасы, Б абзацы зияны, С абзацы мысалы ғалымдардың пікірі деген секілді 3 тақырыптан тұруы мүмкін. Қорытынды сөйлем белгілі бір тұжырымға келу. Әдетте негізгі ойдан шығу керек. Жаңа ой қорытынды бөлімде айтылмайды, ол негізінен қысқа перефраза түрінде ғана беріледі екен. Енді тағы да құрылымдық картасын қарасақ, кіріспе бөлімде басты идеялар, абзацта көтерілетін мәселенің тезисі,
негізгі бөлім аргумент, аргументке қарсы аргумент, берілген бұл енді дискуссивті, аргументативті эссенің құрылымына толықтай сәйкес келеді. Қорытынды бөлім қолдаймын, қолдамаймын шешу жолдары. Бұл негізінен қайталап айтып өтемін, аргументативті эссенің құрылымына сәйкес келеді. Себебі аргументативті эсседе аргумент, контраргумент деген нәрселер бар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бұл да пайдалы болды деп